Жолдасбай Тұрлыбаев, Райымбек батыр, шабуыл. Жеке батырлардың жекпе-жек сайысынан кейінгі қойын қолтықтасып кеткен зіл-зала ұрыс ұзаққа созылды. Алмас алдаспандардың жүзіне тап келген қаншама бастар домалап жерде жатты. Өңменнен көк сүңгінің қырлы ұшы қадалған қаншама сарбаздар мен шеріктердің ат үстінен өкіре құлаған өкінішті үндерінен қара жер қарс айырылардай болды. Бадам Батырды өлтіріп, жекпе-жекте жеңіске жеткеннен кейін ендігі жалпылама жаппай айқасқа Райымбекті жібермеді. Орталарына қоршап алған Қангелді Аралбай Есжан бастаған төбе үстіндегі топты қан майдандағы ұрыстың ұраны мен айқай-сүреңі желіктіріп делебесін қоздырды. Райымбек онсыз да байланғандай болып, өзі де астындағы аты да тыпыршып, жер тарпып әзер тұрғанда: «Қағып таста, түйреп өт, аяма, а Құдай, о Бұрхан, я әруақ, кек үшін, ел үшін, жер үшін» деген қаһарлы да жігерлі жампида ұранды үнді дауыстар Райымбекті шыдатпай, даланы жаңғыртқан ызалы айқайға басып, көк ойнақты атырылта қан майдан ортасына қойып кетті. Тістерін қайрап, сол қолдағы тізгін шылбыр мен оң қолдарындағы найза сүңгі алдаспандарын қысып ұстап, ат жалына қарай еңкейе қомдана қопақтап қойып, бағанадан бері әзер шыдаған Аралбай Есжандар жасыл дуды Қангелдіге ұстата салып, жер қайыстырған қалың да қаһарлы додаға Райымбектің соңынан сүңгіді. Осы ұрыстан соң Бадам өлген, одан кейін біржола Бадам атанған ежелгі көк өзен алқабы саз балшық пен қан балшыққа айналды. Екі жақтың мидай араласып кеткені сонша қазағы қайсы, қалмағы қайсы бір-бірінен ажырата алмастай халге жетті. Ұрыс майданын тастай беріп, қазақ туына ұмтылған қалмақ шеріктерін, қазақтар қалмақ туына ұмтылған қазақ сарбаздарын қалмақтар туға жеткізбей, не бастарын қағып, немесе арқаларына сүңгі қадап, ең жоқ дегенде кері қуып тастайды. Құжынаған жауынгер қолдың меласқан сұрапыл шайқасындағы құрбандықтың көптігі соншалық, аяқ астында сұлап жатқан адам мәйітінен ат сүрініп, аяқ алып жүре алмастай болды. Ендігі қырғынның куәсі болмай-ақ қояйын дегендей, күнде қызара жалқынданып, ұясына еніп барады. Бәрібір ұрыс тоқтамады. Төңіректі бірте-бірте қараңғылық бүркеп келе жатты. Сонда да ешкімнің ұрыс майданын тастап кеткісі жоқ. Қараңғылық әбден қоюланып, жау кім, жақын кім екенін айыра алмас мезгіл таяғанда ғана ұрыс тоқтады. Онда да жоңғар жақтың туыстап шетте тұрған қолбасылары дабыл қақтырып, туларын әрі-бері бұлғап, шығысқа бет алғанда ғана өзге шеріктердің қашу енді есіне түскендей ту соңынан еріп, дүркірей босып берді. Қалмақтар жеңіліп қашты. Біз жеңдік деп желіккен қазақ жігіттері жау құйрығын түре қуып, біраз жерге дейін ұзатып тастады. Өздері сол келген арада тізгін тежеді. Күні бойғы айқай-сүреңге толы ұлы дүбір бәсеңсіп, ат солығы басылды. Уақыт түн ортасына таяған. Сарбаздар жүздіктер бойынша бөлініп, шашырап барып, шоқ-шоқ, топ-топ болып тоқымдарын төсене, ер тұрмандарын жастана, қоналқаға қисайған. Жүздіктер ішінен 2-ден 3-ден бөлініп шығып, әудем жерге ұзап барып, 4 құбылаға қарап, қарауылдар тұр. Өзге жігіттер қан мен қаперсіз ұйқы құшағына шомды. Әзірше кірпік ілмеген Райымбек қана. Ол ашық аспан астында қос жанарын көкке қадап, қыбыр етпей жатқанымен ой санасы әлем тапырық. Бүгін батыр атағы берілген жігіттің ұйқысын қашырған алғашқы айта қаларлықтар ірі жеңістің қуанышы да, шалқып тасыған мақтанышта емес. Тұла бойында шаршағаның да белгісі жоқ. Адам өміріндегі аңыз ғып айта жүрерлік зор қуаныштың бірі ата жауыңды жеңіп, аяққа басу екен. Бір жолға болса да, сондай жеңіске жеткен Райымбектің дәл бүгін аяғын алшаң басып, желпініп жүрер шақ еді. Жоқ, өйтпеді. Қайта еңсесі пәсейіп, қабағына ұялаған кірбің
тереңдей түскен. Қанша еңсе көтерейін десе де, күніш жайы жабырқатып, өкініш пен уайымға тарта берді. Азғантай тыныштық сәттегі көкейін тескен жалғыз жегі құрт осы ғана. Сенімді жолбасшы ретінде екі қызбен бірге аттанған Олжабайдан да қайыр болмапты. Қолға түскен алдыңғы адамдарды құтқарып аламыз деп, өздері қоса жау торына ілігіпті. Қазір олар қандай халде, өлі ме, тірі ме? Әттеген-ай деп өкінді Райымбек іштей. Сан мың сарбаз ішіндегі екі қызды жау жаққа даралап тұрып, аттандырғаным қалың құрақ арасындағы екі тал гүлді үзіп алып, аулаққа лақтырып тастағанмен бірдей болыпты-ау. Оларсыз да дүние қараң қалмас еді ғой. Осымнан бекер шығарған екем. Менің бұл ісімді өзге түгіл өзімді ешқашан кешірмеспін деді. Көкейімнен де шығармаспын. Егер осы жолда күніш мерт болып кетсе, өмір бойғы өкінішім сол болар. Күнішті ойлай-ойлай ұйқы бір жола ұмыт болды. Мамықтай көк майса үстінде төселген киіз тоқым жамбасына тастай батты да, әрі қарай шыдап жата алмай өзіне өзі, мен неменеге мәз боп жатырмын осы деп, орнынан атып тұрды. Бірнеше күннен бері жортуыл мен жорықта жүріп, жарқақ құлақтарын жастыққа тигізе алмаған сарбаздар, жау келер деген ық жақтарына сенімді қарауылшылар тұрғаннан кейін алаңсыз ұйқы құшағына шомған. Олардың көбі топ-топ болып ұйлығып, бірін-бірі жанамалай, жақындай, жамбастаса, бәз біреулері тап бір көк майсалы хан жайлаудағыдай қолдарын желкесіне жастап, аяқтарын көсіліп жіберіп, ханнен қаперсіз шалқадан түсе жатыпты. Райымбек жігіттерді аралай жүріп, баяу басып, бұлақ жағасына келді. Жиекте жүрелеп отырып, әуелі беті қолын жуды. Соңынан қос ұстап су сімірді. Ағыны жай шағын бұлақ суының, ұятты судың яң күлкісіндей тұншыға сылқымдана елтіп, едәуір отырды. Сонда да күніш бір сәт көкейінен кетпей, көңілі алабұрта берді. Жортып кетейін десе, оның ебін таппады. Бұл атқа мінсе, өзге серіктері жолың болсын айтып, жайымен қала бере ме? Жүр дегізбей-ақ соңынан еріп кетері хақ. Ендеше бұларға бұйырған бір сәттік тыныштықты бұзбай-ақ шыдайын. Аз-кем мызғып алғаннан кейін Есенбек сияқты ұйқысы сергек екі-үш жігітті ертіп алып, аттанып кетермін. Райымбек ойлай-ойлай, қиял теңізіне бойлап бара жатқанда, аяқ астынан шыққан тасыр-тұсыр абыр-сыбыр елең еткізді. Қосынан шеткері күзетте тұрған жігіттердің әлде кімге зіркілдеген, зекіп балағаттаған өктем үндері естілді. Абыр-дабыр бірте-бірте таяп келеді. Райымбек орнынан қыбыр етіп, қозғалмаған күйде олардың жақындауын күтті. Айтшыңды кімсің? Қалмақтың жансызын қоя. Жансызы болсаң, жаныңды көзіңе көрсетейін қазір. Осындай жарқын-жарқын шыққан дауыс, өктем-өктем айтылған сөздер кәміл. Райымбекке апарыңдар. Райымбек бар ма деп, күйзеле ыңыранған әлсіз үн құлаққа талмаурап естілді. Іле-шала. Райымбек дейді. Райымбекті қайдан білет бұл сұмырай? Салпан құлақ қудың білмейтіні бар ма? Аузын жаба қойшы өзінің. Бұлар мені іздеп тапқанша, ана сорлыны мүрдем кетіреме деп қауіптеген Райымбек. Әй жігіттер, мен мұндамын. Бері алып келіңдер, андағыны деп дауыстады. Әне-міне дегенше жансызды жаяу сүйрелеп, атын жетектеп, қарауылшы жігіттер Райымбекке таяды. Түн ортасынан ауған шақ. Қызыл күреңденіп туып келе жатқан ай сәулесі әлі жарығын сүре қойған жоқ. Райымбек еңкейіп, тұтқынға үңіле қарады. Тізесі бүгілген ол жігіттердің қолтықтап сүйемелдеумен шаққа тұр. Бет аузын қан жапқан. Ителгі теуіп, топшысы сынған қарғадай сол жақ иығы салбырап кетіпті. Райымбек ала көлеңкеде оның бет пішінін, түр-тұрпатының кім екенін жыға танымады. Киімінің де қасқыр тартқандай далба-дұлбасы шыққан. Сен кімсің өзің? Аты жөніңді айтшы. Райымбек. Мен ғой. Мен Олжабай. Олжабай? Райымбек екі сөзге келген жоқ. Жігіттер, қинамаңдар мұны. Өз адамымыз екен. Жайлап отырғызыңдар. Олжабай жерге отыра бере,
талықсып былқ-сылқ етіп қисая кетті. Су әкеліңдер, су, деді Райымбек. Үзіліп кетер ме екен, деді шошына. Кеудесінен мұздай су бүркіп жібергенде тітіркеніп барып Олжабай есін жиды. Басын көтерді. Кеуде кере тыныстап, алқыныңқырап отыр. Басында қалпағы да жоқ. Төбесіндегі желбіріп тұратын кере қарас айдарына да қан қатып, ұйпаланып қапты. Жігіттер басына бет-аузына қатқан қанды жуып кетіріп су ішкізді. Кешікпей толық есін жиып, өзіне өзі келгенде Райымбек қарауылшы жігіттерді орындарына қайтарып жіберіп, Олжабайды қолтықтап қосқа беттеді. Ол тамақтанып әлденіп алған соң ғана күніш пен еңліктің қал жағдайын, өзінің бастан кешкендерін тақ-тұқ айтып берді. Бадам батыр өткенде қазақтардан ойсырай соққы жеп, Лама-Доржы алдында кінәлі болып, қайтқаннан кейін сол кінәсін жуып шаю үшін қосын жедел толықтырып алып, қайтадан жорыққа аттанып кетіпті деген хабар алған Райымбек. Олай болса тұтқынға түскен екі жігітті Бадам өзімен бірге ала кетпейді. Әрине, арттағы ауыл басшысына табыстап кетеді. Қоста қалмай қолдарына қару алып, құлшынып атқа отырған екі қызды сарбаздармен бірге ұрысқа қатыстырмай-ақ қоялық. Олжабайды басшы етіп, тағы бірнеше жігіт қосып, шолғынға жіберейік. Ебі келсе, шал-шауқан қатын қалаштардан басқа еркек кіндіксі түгел жорыққа аттанып кеткен ауылдан екі жігітті құтқарып алып қайтсын. Жоқ дегенде олардың қайда, не халде екенін хабар алып оралар деген үмітпен Қалмақ ауылына қарай бағыттап жіберген. Шолғыншыларда тұтқын жігіттерді күшпен емес, амал айламен босатып алармыз деген сенімі бар еді. Сөйтіп олар Қалмақ ауылына таяған сайын сақтықпен ақ жүрбеді. Қырсыққанда Қамыран рейдінің рас екен. Күтпеген жерден иек астынан бір топ шеріктің кезіге кеткені. Оларда бұларды аңдып келе жатқандар еместі. Бадам батыр қосына барып қосылуға кетіп бара жатқан өңкей қару жарақты, қарасы 30 шақты сайлы шеріктер ай-шай жоқ айнала қоршап тұра қалды. Тым құрыса, бірге бірден емес, қарсыласуға лаж таппады. Олжабай қалмақша тіл қатып, бұлтарып жалтарып көріп еді, көнбеді. Қарсылассаңдар қырып саламыз деп қыр көрсетті. Іштен асынған семсер, селебелері болмаса, қамшыдан өзге сырт қарулары да жоқ. Аз адамды шаужайдан алып, бір-бірден жетектеп те кетті. Сол бойда алып барып, Мыңдық қосынына тапсырған. Райымбекке жеткен хабар шикі болып шықты. Бадам әлі жорыққа аттана қоймапты. Бірақ аттанар алдында тұрған оның тұтқындар тағдырына қол сұғуға мұршасы болмады. Жорықтан оралған соң, сазайын берем деп, жігіттерді бір қораға, екі қызды бірге қаматтырды. Есік алдына күзет қойғызып, ауылдағы мошқаға табыстады. Қалған жігіттерді арық қаздырып жатқан іштерінде Ноянбек пен Қошуан бар қазақ тұтқындарын апарып қосуға бұйырды. Олжабайды әлде қалмақша сайрап тұрғандықтан бір керегі тер деді ме, өзге тұтқындарға қоспай, бір өзін қыздар қамалған үйге жақын жертөлеге жеке қамады. Күніш пен еңлікке көз түскен Бадамнан бастап жүзбасы онбасыға дейін осы айқастан аман оралсам, менікі боларсың деп аттанды. Сөйтіп Лама-Доржы түменіне барып қосылып, бас көтерген қазақтарды қан жосағып басып тастаймын деген есек дәмемен Бадам батыр желпіне тартып кеткеннен кейін, артта қалған ауыл үй іші бір сәт әбігерден арылып, өлік шығарғандай тымырсық тыныштыққа бөленді. Тек тұтқындардың ғана көңілдері алабұртқан әлем тапырық қалды. Райымбектің бар сенгенім енедім деп әсіресе Олжабайдың күн асқан сайын жаны күйзелді. Жертөледе жеке жатқан Олжабайдың көзіне түсетін әзірше екі қадам. Оның біреуі найзасының ұшын жерге қадап, өзі қыздар қамалған қараша үйдің іргесіне арқасын сүйеп анда-санда, көзін ашқанда Олжабай отырған жертөлеге қарап қойып, қалғып мүлгіп отыратын ақсақ күзетші. Оның күйде әлдекімдердің қайырымдылықпен әкеп беретін арағына масайып балқып отыратын кездерде болады. Екінші
жотасы кәріліктен еңкіш тартқан еңкезердей көсе шал. Қарттың міндеті тұтқындарға тәулігіне бір мәрте тамақ әкеп беру. Осы көсе шал соңғы күндері тамақ әкелген сайын Олжабайға бірдеңе деп тіл қатқысы келетін сыңай танып, сәл бөгеледі де сипақтап тұрып шығып кетеді. Кейде тұтқынға оюлана көз қадайды да, кейде әлденеге өкінгендей ләмимсіз басын шайқайды. Соны аңғарған Олжабай кезекті бір келгенде көсе шалға өзі тіл қатты. Жертөленің олақ шабылған оғаш есігі аңғал-саңғал. Содан ішке кәдімгідей сәуле түсіп тұрады. Сығаласа сырттағы жүрген тұрғанды да анық көруге болады. Әне, 4-5 қадам жердегі қыздар үйінің іргесіне арқасын сүйеп күзетші қалжиып отыр. Олжабай мен қарттың әңгімесіне алаң болатын емес. Көкшін, бізге осы қара көжеден басқа берелерің жоқ па? Аш бұралып өлетін болдым ғой деп Олжабай сөз қозғады. О балам, сен тіл білмейме деп жүрсем, қалмақша сайрап тұрсың ғой өзің деп қарт Олжабайдың қалмақша сөйлегеніне қуанып кетті. Ал сен өзің кімсің? Мен қалмақпын деп жауап берді Олжабай. Атым Мөңке. Өткендегі бір ұрыста қазақ қолына түсіп кетіп, содан қашып шыққаным сол еді. Міне енді өзімнің қалмығымның қолында тұтқында отырмын. Кімнің кім екенін біліп болмайтын шимай шатақ бір аласапыран дүние боп кетті ғой өзі, деді шал ойлана сөйлеп. Бірақ оның қабырғасына бататын мына жігіттің тұтқында отырғаны емес, көкейін тескен басқа бір нәрсе бар сияқты. Келесі келгенде соны айтты да, балам, қазақ тұтқында қанша болдың? Табаны күректей бір жыл. Ал ана екі қыз кім? Менімен бірге қашып шыққан қалмақ қыздары. Қалмақша білмейді ғой, тілдері шала. 3-4 жастағы кездерінде қазақ қолына түсіп кетіпті, қайдан білсін. Қарт пен Олжабай арасындағы әңгіме күн сайын өрбіп тереңдей берді. Шал Олжабайдың қалмақ екеніне сенді. Енді онымен там-тұмдап сырласа бастады. Ойлағаны баяғы өз көкейін тескені. Менің де балам қолға түсіп кеткен. Одан бері міне аттай 10 жыл болды. Шіркін-ай, сен құсап олда тірі оралса, арманым болмас еді. Кім деген бала деп сұрады Олжабай қызға түсіп. Аты Далуң еді. Егер қазақ қолында болса, ендігі қазақ боп кеткен шығар. Ондай адамды кезіктірмедім атай. Қасықтың халқы көп, жері кең. Бірде көшіп қоныс аударса, бірде босып қоныс аударады. Өзге түгіл өз бала-шағаларының да қайда жүргенін білмей адасқандар көп. Қарттың көкірегінде үміт оты тұтанып келе жатыр еді, қайтадан су сепкендей басылды, күрсінуі көбейді. Мен тұтқында болған қазақтың ішінде нәсілі бөлек бір жігіт бар, деді Олжабай. Бірақ аты сіз айтқандай емес, басқаша. Ол кім? Басқаша болса, аташы атын, деп қарт ентелей түсті. Олжабай, Әбін ұстаның шәкірті, Дағыр жөнінде там-тұмдап сыр шерту арқылы өзінде де бір үміт оянып келе жатқанын, көсе шалдың да көзі күлімдегенін байқады. Шынымен тұтқын болса, ол да сен сияқты амалсыз жүрген шығар, деп қарт Олжабайдың бетіне пайымдай қарап. Қайбір жетіскенен жүр дейсіз, деді Олжабай. Қолын сілтеді. 10 жылдан бері баласынан айырылып аһ ұрып жүрген қарттың әңгімені ары қарай сыздықтатып соза беруге шыдамы жетер емес. Не де болса нар тәуекел деп ашығынан кеткісі келді. Сөйтіп Олжабайға қолқа салды. Балам, деді шал Олжабайға еңкейе түсіп, сыбырлай сөйлеп, жасым болса келді, өлер алдындағы өтінішім болсын. Ақ батамды берейін. Мені сол Дағыр есімді тұтқынмен қауыштыр. Бұл үшін не істе десең де, қолымнан келгенді аямауға ант етейін. Ендігі жерде жалғызымнан аяр жаным жоқ. Олжабай ішінен яссәт деді де, мәссаған деп мырс етті. Өзімнің қол-аяғым байлаулы, тұтқында отырсам, Дағырмен қалай қауыштырам? Мен сені тұтқыннан босатып жіберейін, астыңа ат та тауып берейін. Дағыр сіздің балаңыз ба, емес пе, оны сіз де мен де анық білмеймін ғой. Мейлі тәуекел. Болмаса бір жола күдерімді үзермін. Олжабай өзінің құтылатынына көзі жеткеннен кейін
Енді екі қызды көлденең тартты. Оларды тастап жалғыз сопайып барсам, қазақтар маған сенбейді, және қыздардың маған көмегі де тиеді, деп сендірді шалды. Балам үшін бәрі құрбандық деген жерге келген қарт оларды да бірге босатып жіберуге көнді. Екеуінің уәдесі әбден піскеннен кейін қарт Олжабайдың қол аяғын бұғаудан босатты. Күзетшіден де аса қауіп жоқ. Оның амалы бір аяқ ярқы екен. Қарт кейде соны үйіне жібереді де өзі орында күзетте қалады. Кейде бір аяқ арақ әкеп беріп қылжитып тастайды да Олжабайды ептеп далаға алып шығып кетеді. Шынтуайтына келгенде, қамалғандарға тікелей қатысы бар осы екі адамнан басқа бір пенденің қазақ тұтқынында шаруасы болған жоқ. Бадам аттанып кеткеннен күннен бастап бұл үшеуі ауыл басы Қошқа-Мошқаның назарынан шығып кетті. Жағаласар жау алыста деген бейқамдықпен ата-асы архилерін қыздырып ішіп жүре берді. Олардың бұндай бейқамдығы да Олжабайдың мақсатқа жетуіне оңтайлы болды. Ең әуелі үшеуіне 3 ат дайындады. Оларды мініп қашатын күні ауылдан аулақ жар астына апарып байластырып қойды. Күніш пен еңліктің де кешеден бері қол-аяғы байлау матаудан босаған. Қашан аттанамыз деп елеңдеп отыр екен. Олжабай келіп мас болып жатқан күзетшінің қол-аяғын шандып таңып жатқанда қарт екі қызды қалқасына ала ауылдан ұзай берді. Көсе шал 3 қашқынды едәуір жерге ұзатып салды. Осы дүрбелең басылғаннан кейін соңдарынан іздеп бармаққа келісіп, ат басын кері бұрды. Бұлай ұзай бере Олжабай, қап әттеген-ай деп бармағын тістеді. Бір нәрсені қапы жіберіппін-ау, ол не деп қыздар жарыса сұрады. Күзетшінің аузына шүберек кептеп кетпегенді қарашы, ол үні шықпай жата тұрса болатын еді. Үнін неге біржолата өшірмедің, деді қыздар. Оған көсе шал көнді ме? Адам өлтірмей кет, жолдарың ауыр болады, деді. Арттағы жағдай Олжабайдың ойлағандай болды. Қарт келесі күні сәске мезгілінде түк болмағандай-ақ қара тостағанға қара көжені толтырып алып, асықпай басып Олжабай жатқан жертөлеге келді. Күзетші есін жиып, таңулы жіпті үзіп шығып кетердей-ақ бұлқынып жатыр екен. Оны көрмеген болып, жертөлеге енді де таңырқағансып қайта шықты. Күзетшінің жанына келіп, тұтқындар қайда, деді. Көрмей тұрмысың, қашып кетті, деді ол жатқан бойда. О ноха, архидің әкеңнің құны қалғандай сілтеуің жаман еді. Енді шын құрыған жерің осы, деп қарт нығырлап. Көкшін, тез қол-аяғымды босат, Мошқаға архи ішкенімді айтпа, деп жалынды күзетші. Ол бұғаудан босана салып, еңкеңдеп Мошқаның үйіне қарай кетті. Содан әр қарай дүрліккен әбігер басталды да ауыл үй аяғынан тік тұрды. Қос атпен шапқан қуғыншылар қашқындарды екінші тәулікте қуып жеткен. Қолға енді тіру, ілігу қатерлі деп есептеген үшеуі қуғыншы шеріктермен қатты қарсыласты. Қаша шегіне ұрысып жүріп, ымырт үйірілгенше берілмеген. Бірақ аттарына садақ оғы тиіп, жаяу қалған екі қыз тізе бүгуге мәжбүр болған. Өзі де 2-3 жерден жараланған Олжабай, тұтқынға мен түсейін, сендер менің атыма мінгесіп қашыңдар деп еді. Сен қолға түссең сатқын деп азаптап өлтіреді. Одан да өзің құтыл да тіл жеткіз деп көнбеді. Сөйтіп екі қыз қолға түсті де Олжабай жан дәрменде қамыс арасына еніп, әрі қараңғы түнекке сүңгіп құтылып кеткен. Содан жүріп кеп жеткен жері осы. Бір азаптан қашып, тозаққа тап болып біткен жері осы шығар деп, бұл жолы әбден ақ күдер үзбеді. Әлі де көретін күні тататын талқаның таусылмағанына қуанды. Қамыс арасына еніп алып, біраз тыңдадым, деді Олжабай сөзін жалғап. Шеріктердің күніш пен еңліктің балағаттаған сөздерін, ышқына зәрлене қамшы сілтегерін құлағым шалды. Азап шексем бір шегейін, өлсем бірге өлейін деп қанша уақыт алсам да одан гөрі тезірек хабар жеткізгенді ұтымды деп есептедім. Екеуінің маған айтқан әмірі де өтініші де осы еді. Тектен текке өлу қорлық. Ал енді қарап отыру кешірімсіз, деп бағанадан бері Олжабайдың сөзін бөлмей, үзбей тыңдаған Райымбек санын бір соғып, орнынан атып тұрды.
Бүркіт қабағы қарс жабылып әлденеге тас түйін бекіп алғандағы әдетін байқады Олжабай. Таң саз беріп қалған екен. Дабыл қақтырып, сарбаздарды орнынан тік көтерді. Елден бұрын екеуі атқа отырып, шығысты көздей бет алғанда, өзге сарбаздар да тұтас жөңкіліп соңынан үнсіз ерді. Бұлар ілбіп баяу жүрген жоқ. Бейне бір қан сонарға шыққан саяхатшылар сияқты лекте желіп отырды. Қол бастаушыларынан қара үзіп қалмау үшін салт атты қалың сарбаз да сәйгүліктерінің сауырына қамшыны сипай соғып, бір қалыпты сар желіске салды. Күнішпен еңлік жағдайын ойлап қатты мазасызданған Райымбек көк ойнақтың жер авшысын қорған алапат аяңына басқанда, жанындағы серігі бірде желіп, бірде шоқытып, әйтеуір оны жалғыз дара шығандатып жібермегі өзі қалып қоймауға бар жанын салды. Бұлар өзге жігіттерден көз талып жетер жерге алыстап кетті. Артқы сарбаздардан қара үзіп тым ұзап кеткен Олжабай қауіптенсе де, оның қазіргі көңіл күйін танып келе жатқандығын тізгін теже деп басқалық айта алмады. Аз кем аялдамай бір жерге ат шалдырмай жүріп отырып, күн еңкейе Олжабайды жаудан жасырған қамысқа таяды. Қара сулық қалың қамыстың ар жағында бір ұшып, бір қонып жүрген қарға құзғынды көргенде Олжабай секем алды. Қарға құзғының өлексеге үймелейтін әдетін кім білмейді. Қыздар қолға түскен жерде екі аттың өлігі және екі-үш серіктің өлігі қалған. Қарға құзғынды жемтікке шақырған сол болса игі еді деп тіледі іштей. Айналасы тай шаптырым қарасу қамысын айналып жүрмей, ауыт кеудесімен соқтыра жапырып, тұяғымен сатырлата таптап өте шыққанда, арғы жағында алаңқайдың әр жерінде бір теңкиіп жатқан аттардың өлігі, адамдардың мәйітін көрді. Екеуі бірдей желіп барып, адам өлігінің әрқайсысына үстінен үңіліп бір-бір қарап шықты. Бір тәуірі іштерінде тек әйел адам жоқ. Күн жүріп, түн жүріп, екінші тәуліктің талма түсі шағында Олжабай қашып шыққан қалмақ ауылының төбесінен түсті. Ауыл түгел үйлерін жығып, жүгін түйеге өгізге артып, бие түйгендей әбігер үстінде екен. Күніш киігінен өртенердей боп кектеніп келген Райымбек ай-шайға қарамай ауылдың шақ-шәлекейін шығарды. Бадан батыр өліммен шеріктерінің көңілінен қашуына хабардар болып, қазақтар қалмақтарға қарсы қайтарма жорық аттаныпты. Жолындағыны жайпап айпап келеді екен деген қауесетті өздеріне өздері таратып, үрейленіп, көше қашуға қамданып жатқан қалмақ ауылының шал кемпір қатын балаларын шөккен түйелердің қалқасына буылған теңдерінің арасына бұғынып жымып кетті. Қарсы келген бірде екілі шоралардың бастарына қорғасын құйған қамшы алмас алдаспандар ойнады. Ауыл басы мошқасын тапқызып алды. Өзі қалақтай ғана шәпетеу немекен. Құлағынан көтерген қоянша ат үстінде желкесінен шеңгелдей көтеріп, қолдарыңа түскен екі қыз қайда деп ақырды Райымбек. Екі қыз және мына жігіт бәрі қашып кеткен. Бұрхан куә деп Олжабайды көрсетіп жауап берді мошқа. Екі аяғы жерге тимеген бойда дарға асылғандай салбырап тұрып. Бадан батыр қосынына хабарың бар ма? Олар қазір қай арада? Қасықтың Райымбек деген батыры Көкөзен бойындағы ұрыста бадамның басын қағып тастапты да, шеріктері шығысты бетке алып босып кетті деп естідім. Қазір сірә талас бойындағы сары манша түменіне жақындап қалса керек. Райымбек мошқаның желкесін шеңгелден босатып аяғын жерге тигізді. Өзі оған қарай сәл еңкейе түсіп, қамшысын артқа сермей тұрып, ана қою шаңды көрдің бе деді мошқа өкшесін көтере. Райымбек қамшы сермеген кезге қарап. Көрдім батыр деді. Көрсең ол қалмақ шеріктерін қуып, біздің соңымыздан келе жатқан қазақтың қалың қолы. Осы арада азырақ аялдаймыз, көшті доғарып жүкті түсірт, мал сойып, етке тойғыз. Әйтпесе олар сендерді түйелеріңмен қоса түтіп жеп қояды. Ал енді боссың деп қоя берді. Мошқа іске жедел кірісіп кетті. Айқайлап шаң-шың ұрсып, жүк артына жасырып қалғандардың бәрін бөкселерінен бір-бір теуіп, орындарынан тұрғызды да бір жерге жинап алды. Әмір беріп, артқан жүкті тегіс жерге түсіртті. Бір кісіні жаяу жүгіртіп,
ауыл сыртына алып кеп көшпен бірге айдап әкетпекке еріп тұрған жылқыға жіберді. Арқан тастап мал ұстауға келгенде жалғанда қалмақтан өтер жан жоқ. Жігіттерді бұлай қойғанда шалдарының өзі шалма тастап құрық сілтеп бір семіз жылқыны бұлқында бұғалықтап алды. Туасынан жүген қырық тимей тағыланып бара жатқан тарпаң бие ұла байталдар ұстаған адамдарды сүйрей қашып, адам амал айласымен әрең көндіріп тұрғанда Есжан бастаған қалың қолда жетті. Тәулік бойы тыныссыз жол жүріп, ер азығы мен бөрі азығы жолда деп келе жатқан аш құрсақ атан жігіттер жаратылыстан жаны құмар жылқы еті мен қазы қарта жал жаяға кеңірдектен тойып бір кенеліп қалды. Айналаға қарауылшы шығарды. Өзге сарбаздар мен жүздіктері бойынша бөлініп, әркім өзіне жайлы жерге келіп, киімшең қисайды. Екі-үштен бас түйістіріп, өзара күбірлесіп, әңгімелесіп жатып, сәлден кейін ұйқыға шомды. Қанша күннен бері кірпі келмей, тек жортуылмен жүре берген Райымбектің де талмаурап барып көзі ілініп кеткені сол еді, әлдеқандай абыр-дабырдан оянып кетті. Сарбаздар орындарынан тұра бастаған екен деп ойлады ол әуелде. Япырай, қатты ұйықтап кеткен екен-ау? Жоқ, таң атқанға ұқсамайды. Аспан шайдай ашық. Көк жүзі толы жыпырлаған жұлдыз. Райымбектің кешегі ерлігіне тәнті болғандай, бәрі жымыңдап сүйсіне таңырқай қарап қапты. Абыр-дабыр күшейіп кетті. Шолпан тумапты. Соған қарағанда таңға әлі біраз уақыт бар сияқты. Қасындағы Есжан қаннен қаперсіз. Ұрысты ақыр-тақыр аяқтап, жеңістің ең соңғы жалауын желбіреткен сарбаздай аяқ қолын керіп тастап, қырлы мұрнының ұшы көкке қарата пысылдап жатыр. Әуелгі абыр-дабырға әйелдердің қысыла буылға шыққан жіңішке дауыстары араласты. Райымбек басын көтеріп құлақ түріп еді, күрілдек дауыстылардың да, шіңілдек дауыстылардың да сөздерін ұға алмады. Сол-солақ екен, әлдекім алқын-жұлқын осылай қарай ұмтылды. Райымбекке 5-6 адам қалғанда, жолдағы жігіттер сақ жатқан көрінеді. Орындарынан атып тұрып, ұмтылғанның алдына көлденең тұра қалды. Сен кімсің? Ентелеп қайда барасың? Тоқта. Ой, нәйіс, сол жаман болды ғой. Сол істің шоралар пістің күйкіндерді сүйрелеп алып кетті ғой. Немене дейді? Не деп сандалып тұр мынау? Ештеңенің байыбына бара алмаған жігіттер бірінің бетіне бірі қарап таңданысты. Сен бұлай жөндеп айтшы, бұлай немене жігіттер? Ал содан кейін, содан кейін сіздің жігіттер біздің қыздарды бірден сүйреп алып кетті. Тап бір қойды сүйреген қасқыр дерсің. О, Ағылабей, енді не істейміз енді? Сол істің ноянға айтпаса болмайды енді, деді ол алқынып ентігіп. Өзі тіпті жыларман болып тұр. Райымбек оны таныды. Бағанағы Мошқаның өзі. Оның сөзі мен өз жігіттерінің бір нәрсені бүлдіргенін аңғарды. Әй жігіттер, деді Райымбек оларға таяу келіп, сендер мына Мошқамен бірге барып, қыздарды құтқарыңдар. Оларды зәбірлегендерді осында алып келіңдер. Жігіттер екі сөзге келмей Мошқаны алдыға салып алып жүріп кетті. Жігіттердің мұнысы бейбастық әрине деген ой келді. Олардың соңынан қарап тұрған Райымбек басты. Не істеу керек? Айыптап жазалау керек бәлде? Со замат көкейінен қас қағым кетпей қойған күніш көз алдына елестеді. Бірақ ол жөнді әрі қарай ойлауға дәті шыдамады да, жұдырығын тас қып түйіп, тісін шықырлатты. Ашуға булыққандай тістеніп тұрып, жазалау керек, деді өзіне өзі. Жұдырығын жазбаған бойда артына бұрылды. Таяп келген Есжанды көріп, сәл сабасына түсті. Алғашқы абыр-дабырдан ол да оянып кеткен. Мошқаның аптығып ентігіп, күзеттегілерге шағым айтқанда естіген. Бұрын соңды мұндай оқиғаға тап болып көрмеген Райымбек не дер екен, қандай ұйғарымға келер екен деп аңысын аңдыған. Енді оларды осында алып келгенше не істемекте екеуі келісіп алу керек. Әйтпесе Райымбек кекті. Ашу үстінде асығыс ағат ұйғарым жасауы мүмкін. Ондайдың арты өкінішке соқтырады. Жауға да жақынға да барынша әділ болу керек, деді Есжан бірден сөз бастап. Біздің жоңғарлықтарға кеткен кегіміз бір күндік емес, бір түндік емес.
ұрыс керісіміз бір күндік емес. Егер нәпсіге ерген жігіттердің бейбастығына айып салсам, ол дұшпанымды аяғандықтан емес, өз жұртымды аялағандықтан. Қазақ деген парыз халық екен демесін, оны ар ожданын ардақ тұтатын адамдардың бәрі де ұғуға тиіс. Райымбек лезде осындай түйінге келді. Тісін қайрап, қос жұдырығын тас түйін қылып, жігіттер кеткен жаққа қадала қарап тұрған, ол тіл қатқанша екі тентекті алып жігіттерді таяды. Бауыздау үшін бұға салуға алып келе жатқан ажалды қойдай тырмысып, Райымбекке жақындаған сайын екеуінің біреуі жетекке әрең көнеп келе жатыр да, екінші жау қалмақтың жаман қыз үшін жазалайтын кім екен дегендей мойын толғап қойып оза ұмтылады. Мошқа ентігіп олардан бұрын жетті. О батыр, сол енді біз қалмақтарды да күнә көп қой. Кезінде қасықтарды аямады ғой. Соны енді Бұрхан біздің көзімізге көрсетіп жатыр емес пе? Мына екі жігіт алып кеткен қыздардың біреуінің әкесі қорлыққа шыдамай өзін бауыздап өлтірді деп Райымбек пен Есжанның алдына келіп тізерлеп отыра кетті. Екі тентек алдынан келгеннен кейін Есжан тағы 2-3 жігітті жүзбасыларды шақыртып келуге жұмсады. Олар жиналғанша Райымбекке таяу барып ана екеуі жөнінде өзінің қандай ұйғарымға келгенін айтты. Бұл жолы бұдан былай мұндай бейбастыққа істемеңдер деп ұрсып, ескертіп қоюмен шектелсе қайтеді деп Райымбектің бетіне қарап, ойланып толғануға мұрсат жоқ, Есаға, деді Райымбек. Сол тас түйін қабақ шытқан қалпы. Тезірек аттанып кетейік. Қазірше өз ұйғарымыңыз бойынша істеңіз. Тек жауымыз да досымыз да ғибрат алардай қатаңырақ болсын. Есжан шынында Райымбектің жұмсақты күтіп еді, жоқ. Әділдікке келгенде ол ойлағандай емес екен. Оның қатаңырақ дегеніне іштей сүйсініп қалды. Рас, қамысты бос ұстасаң, қолыңды жыртады. Сондықтан өзіне де өзгеге де әділдік пен қатаңдық қатар жүру керек. Жаугершілік жолы соны талап етеді. Райымбек 100 шақты сарбазды ертіп алып аттанып кетті. Есжан жүзбасылармен аз кем кеңескеннен кейін екі тентекке онның 20-дан қамшы дүре берді. Жазаны сарбаздар алдында орындатты да, кешікпей қалың сарбазды бастап, жер қайыстыра дүбірлетіп жүріп берді. Райымбектің көкейінде қазір күніш, тек қана күніш. Ұзаған сайын кеудесін күйініш пен кек кернеп барады. Былай шыға бері қап деп тағы өкінді. Бадам батырмен айқасқа аттанар сәтте еңлік екеуі алдыма келіп тұра қалғанда, қыздарды қырғын ұрысқа араластырмай-ақ қояйын деп бөліп жіберіп едім. Сондағы аяғаным аяусыздық болып шықты ғой. Көз алдымнан болса оларды қауіп-қатерден арашалай жүрелмедім әлде. Райымбек ой теңізіне шомып келе жатқанда, соңындағы сарбаздан бір хабар жетті. Басындағы қарақалпағы мыжырайған жұлма шапанды, астында жирен қасқа биесі бар пішіні жүдеу, жотасы бүкірейген бір қарт адам өкпе тұстан шыға келді. Жирен қасқа биесін екі өкпеге кезек тепкілеп, желе шоқытып суытып жүріп келе жатқан шағын қолға тұмсық түрей бере соңындағы сарбазға тіл қатты. Әй балам, деді ол түсін жібітіп. Шал немене, қазақ жігіттерінің үстінен енді сен шағым айтуға келдің бе? Бүйткенше баяғы ақтабан шұбындыры кезінде жоңғар шеріктері қазақ ауылын қалай шапса, сендерді де сөйтіп тып-типыл ету керек еді деп, сарбаз шалдың бетіне тыжырына қарады. Айтқаның орынды балам, деп, солай ету керек еді. Енді керісінше жақсылық істеген екенсіңдер, онда біз де қолдан келгенше қарымтасын қайтармаймыз ба? Еха, деп сарбаз кекете күлді. Қалмақтан жақсылық күткенше қасқырдан жақсылық күту жөн шығар. Сарбаздың бұл сөзіне шалдың жирен сары жүзі өрттей қызарып төмен қарады. Сәлден кейін қайтадан басын көтеріп, сарбаздың бетіне тіке қарай алмай, кең далаға қиғаш көз жіберіп, балам, сөздің қысқасын, біздің Бадам Батырдың қолына түскен сіздердің екі қыздың қазір қайда екенін шамалап білемін. Соны ана батырларыңызға жеткіз, деді өтіне. Жаман биемді борбайлап келгендегі айтпағым сол. Солайды. Сен оны кешеден бері айтпай, бүгін қалайша ықыласың түсіп қалды? Әлде бір жерге ертіп алып барып,
қалың шеріктің үстінен түсіргелі жүрген қумысың. Сарбаз да сақтық істеп оның айтқанына оңайлықпен көне қоятын емес. Жоқ, мен кешеден бері ауылда болғам жоқ. Жаңа білдім. Олай қулық ойласам, Бұрхан ұрсын, шын айтам. Біздің арамызда да жақсылықты білетіндер бар. Бәрі бірдей ноқай емес. Сіз не өзіңіз айтыңыз, немесе менің өзімді жіберіңіз Батурға. Ол ақылды ноян, ар жағын өзі біледі деп қояр емес қарт. Жарайды, сіз осы арадан озбаңыз, мен өзім деп сарбаз алдыға қарай желіп кетті. Кідірмей кері оралып, шалды қолды бұлғап шақырып алды. Олжабай шалды Райымбекке таныстырды. Әлгі бізді тұтқыннан қашырған қарт осы, деді. Біздің Дағырдың әкесі екен. Райымбек жаңағы сарбаздың сұрағанын қартқа қайталаған жоқ. Тек бастаңыз, деді әмірлі кейіппен. Сәл ілгерілей беріп, осы арада 4-5 жігіт қалып, соңымыздағы сарбаздарды бастап келсін, деді. Қасында құйысқан тізесі келе жатқан Олжабайға әнтек мойын бұрып. Бұлар біресе бел белестерден асып, дөң қырқаларды басып, бірде сай саламен, жалпақ даламен жортып, күн төбеден ауғанға дейін жүрді. Бірде қатты аяңға басып, бірде желіске салды. Райымбектің еркіне қойса, көкойнақтың шабысқа татырлық, алапат аяңмен-ақ өзгелерді соңынан сар желіс немесе шоқырақпен ертіп отырар еді. Оған ойрат шалдың қарындық келген қасқа биесі ілесе алатын емес. Әуелгі біраз желістен кейін құйысқан жатқан сауыр мен өмілдірік асты, ақ көбіктеніп, көз айналасын тер басып, биенің екпіні баяулай берді. Бастаушы болған соң енді соның шамасына қарата жүруге тура келді. Бағана беталыс бақытын өзгертіп, жолдан бұрылған жерде қарт тым қашық емес, әп сәтте жетіп барамыз деп еді. Бұлардың өш жер дегені қазақтың көш жері сияқты ма немене деген ой келді Райымбектің басына. Соны сезе қойғандай, балпық атын тебініп қалып, оған жанаса бере. Батыр, мына шал бізді қарық қылам деп қалмақтың қалың қолының үстіне түсіріп, қарқып жүрмей ме деген секемнен білдірді. Қызға бастап барам деп, құзға бастап бармаса болды ғой деп Есенбек оны іліп әкеткен. Бала шақтарынан сыралғы болып бірге өскен екі серігі Райымбектің нақыштығын еске алып сақтандыру үшін өз күдік күмәндарын білдіріп жатыр. Райымбек оларға қайра тіл қатқан жоқ. Кешелі бергі тас түйін қабағы ашылмаған. Тағы бір ойпаңнан өтіп, аласалау адырға алдымен шықты да, алыс жақынға жіті көз жіберді. Қартпен Олжабай, Балпық, Есенбектер қатарына келіп тұра қалғанда, қария қарсы алдымыздағы сонау көз ұшында қалың қара бар. Көресіз бе, деді шалға мойын бұрмай. Мен көкшінің көзіне анық көрініп тұрған жоқ, бірақ бастап келе жатқан бақытым сол маңай, деді шал, көзін сығырайта шұпықтатып. Ол арада Қалмақ ауылы бар және Бадам Батырдың ауылда қалдырған черіктерді болу керек. Менің білуімше, сіздің іздеген қыздар тап сол жерде. Олай болса не тұрыс, деп Райымбек ілгері жүрмекке ұмтыла беріп еді, қарт тоқтатты. Батыр, біз қарамызды көрсетпей кейін шегінуіміз керек. Ойпаңға барып алып, көзге түспей жақындайық. Таяуырақ барғанда бас бағып тағы қараймыз. Егер ауыл оңаша болса, кеше біздің ауылға келгендегідей емін-еркін жетіп баруыңызға болады. Алда-жалда черіктер көп болса, онда арт жақтағы сарбаздарыңызды күтуге тура келеді. Райымбектер қарттың айтқанын істеді. Астау шұңқырлау ойпаңға түсіп алып, әлгіндегі діттеген бақытқа қарай лекітіп кетті. Жақындадық-ау деген жерге келгенде, сарбаздарды сол арада қалдырып, Райымбек, Олжабай, шал төртеуі алдағы қоян жон дөңеске шығып еді. Таяқ тастам жердегі ауыл иек астынан көрінді. Үлкен ақ шатырдың ортасына ала тігілген ақ қарасы аралас киіз үйлер саны 20-30-дай. Ақ шатыр Бадам Батырдікі, деді қарт. Әлі жығылмапты. Соған қарағанда бұл ауыл Бадамның басы қағылған әлі білмейтін сияқты.